Ежелгі Сиракуздың Гейрон атты патшасы шеберге таза алтыннан тәж жасауды бұйырады. Бірақ патша оның ішіне күміс араластырылған болуы мүмкін деп күмәнданады. Оның таза алтыннан жасалғанын анықтап беруді ол жас ғалым Архимедке тапсырады. Архимед ұзақ уақыт бойы ойланып, ешқандай әдіс таппай жүреді. Бірақ бір күні ол ваннаға түскен сәтте ерекше нәрсені байқайды. Денесі суға батқан сайын су көтеріліп бара жатыр. Сол мезетте оның ойын керемет жаңалық келеді. Кез келген дене суға батырылса, өз көлемінде суды ығыстырады. Архимед осы жаңалығын түсінгенде қатты қуанып, «Эврика! Эврика!» деп айқайлап жүгіріп кетеді. Сөйтіп ол тәжді суға батырып, оның қанша су ығыстырғанын өлшейді. Сосын дәл сондай салмақтағы таза алтынды суға салып салыстырады. Таза алтын суды көбірек ығыстырады, ал тәж аз ығыстырады. Осылайша Архимед тәждің таза алтын емес екенін дәлелдеп шығады. Патша сарайында ол бұл жаңалығын Гейронның өзіне түсіндіреді. Патша ғалымның тапқырлығына таң қалып, оған құрмет көрсетеді. Судың ішіне батырылған денеге әсер ететін бұл көтеруші күш кейін Архимед күші деп аталып, бүкіл әлемге белгілі заңға айналады. Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын.